Баршаларыңызға сәлем. Бүгін сіздерге Куба халқының географиясы, тарихы, халықтарының жағдайы туралы ақпарат беремін. Ендеше кеттік. Куба ресми атауы Куба Республикасы 1959 жылдан бастап бостандық аралы деп аталады. Көлемі бойынша әлемдегі 104-ші мемлекет. Оның көлемі 111 шаршы километр. Оңтүстік Америка және Солтүстік Америка құрлықтарының аралығында орналасқан Куба мемлекетінің оңтүстігінде Кариб теңізі, батысында Атлант мұхиты, солтүстігінде Мексика шығанағы шайы тұрғаннан кейін Куба аралы болып есептеледі. Ал әлемдегі аралдардың көлемі бойынша ол 7-ші орында. Куба жерінің алғашқы тұрғындары үндіс тайпалары болған. Еуропалықтар 15-ші ғасырдың аяғында келген. Куба жерін 1492 жылы Христофер Колумб ашты. Ол оны қателесіп Үндістанның бір бөлігі деп ойлаған. 1510 жылдан бастап елді испандықтар жаулап алуға кірісті. Үндістер испандықтарға қатты қарсылық жеткенімен испандар оларды қырғынға ұшыратты. Ауыр еңбектен, ашаршылықтан, аурудан үндістер жаппай қырылып, 200 мыңнан аса үндістер 1537 жылы 5 мыңдай ғана адам қалды. Сөйтіп кубалық аборигендерді испандықтар толығымен жойды. Кубаны 1898 жылға дейін Испания басқарды. Испан-Америка соғысы нәтижесінде ол ақш-тың бақылауына өтті. КСР мен Кубаның экономикалық және саяси байланыстары 1960 жылдан басталды. Келесі 30 жыл ішінде Кеңес одағы Кубаға барлық дерлік мұнай өнімдерін, азық-түлік, ауыл шаруашылық техникаларын, қосалқы бөлшектерді және қару-жарақтарды жеткізді. Ал Кубадан Кеңес одағына қант пен цитрус жемістері келді. Және де Америкаға қарсы өз ядролық қаруларын осы Кубаға қойды. Фидель Кастро әлемге әйгілі революционер және Кубаны жарты ғасырдан астам уақыт бойы басқарған тұрақты Куба басшысы. Оның өмірі туралы бір-біріне қайшы келетін көптеген аңыздар бар. Ұлы және қорқынышты саясаткерге нақты сипаттама беру қиын. Өйткені әлемдік қауымдастардың бір бөлігі оның халық билеушісі, ал екінші бөлігі адамзаттардың диктаторы деп санайды. Куба мемлекетінің қазіргі жағдайын айтатын болсақ, медицинасының жоғары деңгейімен бүкіл әлемге танымал. Кубалық үшін барлық медициналық қызметкерлер ақысыз. Кубада ақылы университеттер немесе жеке мектептер жоқ, барлық білім тегін. Куба өзінің демалыс орындарымен әйгілі. Кариб теңізінің жағалауында ең жарқын інжу маржанды демалыс орындары бар. Әдемі жағажайлары мен ақ құм және хрусталь көгілдір су бар жер. Демалушылар жергілікті табиғаттың барлық әсемділігін көре алады. Экзотикалық өсімдіктері бар, саванналары мен тропикалық ормандары бар, түрлі түсті жазықтары мен тау жоталары бар жер. Куба туристіктер үшін нағыз жұмақ. Алайда қарапайым кубалықтар өте кедей өмір сүреді. Ол жақта орталықтандырылған ыстық сумен жабдықтау жоқ. Барлық үйдегі терезелерде әйнек жоқ. Оларды металл немесе ағаш жалюзи алмастырылған. Әр тұрғынға ұялы телефон үшін бір ғана сим-картасын ұстауға рұқсат етілген. 2008 жылға дейін ұялы телефондарға мүлдем тыйым салынған болатын. Орталық теледидарлары жарнаманы көрсетпейді. Интернетке қосылу үшін кубалықтар арнайы рұқсат алу керек. Желіге рұқсатсыз қосылғаны үшін 5 жылға бас бостандығынан айырылады. Кубада Кока-кола сусыны сатылмайтын әлемдегі 2 мемлекеттердің бірі. Екіншісі ол Солтүстік Корея мемлекеті. Кубалықтар осындай көп тыйым салынатын коммунистік режимде өмір сүреді. Кубалықтар қолдарына тәуелсіздік туын ұстаған, оттары жарқыраған, әр көшелерінде әйгілі көңілді билері бар, жарқын карнавалдарының бейнелері бар мемлекет. Мұның бәрі Куба.